Сәлем баршаңызға. Бүгін ешқандай миксерді қажет етпейтін, адамдар арасында ең көп ізделетін рецепттердің бірі шоколадты пирог дайындаймыз. Іші өте балғын, жұп-жұмсақ, дайындалу жолы өте қарапайым. Сонымен айта берсең мақтау көп. Көп ұзатпай бірге дайындайық. Ең алдымен құрғақ заттарды араластырамыз. Електен өткен ұнымызға какаоны қосамыз. Содан соң ас содамызды, ванилин, тұзымызды және қантымызды қосып араластырып бір шетке қоя тұрамыз. Содан соң бөлек үлкенде ыдысқа жылы сүтімізден құйып, содан соң ерітілген сары майдан қосып, келесі кезекте жұмыртқаны қосып, сұйық майданды қосып аламыз. Барлығын біркелкі жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте сұйық массамызға бастапқы құрғақ заттарды бірден салмаймыз, яғни 3-4 қайтара қоса отыра араластырамыз. Массамыз толыққанды біріккенде соңынан бір ас қасық 9% уксустан қосамыз. Массамыз аздап көпіршіп бастайды. Дайын болған массамызды пергамент төселген формаға құйып, толыққанды жайып аламыз. Тегістеп алып, пісіріп бастаймыз. Осы бір сәтте айта кетейін, пирог жақсы көтерілу үшін ең алдымен пісірмес бұрын жұмыртқаны алдын ала тоңазытқыштан шығарып, бөлме температурасында қойып алған жөн. Сонда ғана пирогтарымыз ойдағыдай шығады. Келесі кезекте пирогты безендіру үшін арахис слайсын сеуіп аламыз. Қоспасаңыз да болады. Дайын болған пирогты алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40-50 минутта пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасы әрқалай болғандықтан уақыты да әрқалай болуы мүмкін. Сондықтан өз пешіңізге қараңыз. Пирогты пісіп дайын болғанын осылайша шпажкамен тексеріп аламыз. Құрғақ болса толыққанды пісті деген сөз. Көріп тұрғаныңыздай дайындалу жолы өте қарапайым, әрі жылдам піседі. Бұл пирог арнайы мерекеге немесе үйде өзіміз үшін арнап пісіруге болатын ең дәмді әрі керекті заттардың барлығы кез келген жанның үйінен табыла қоятын қолжетімді пирог. Көріп тұрғаныңыздай іші жұмсақ, биік болып көтерілетін толықтай піскен нәзік пирогымыз. Бүгінгі таңда шайға арналған үй десерттерінің үлкен саны белгілі. Бір нұсқасы осы жұп-жұмсақ пирогты сізде дайындап көріңіз, ұнайды деген ойдамын. Пирогымызды бірге кесіп қарайық. Жұмсақ әрі нәзік болып шыққан, әрі іші өте балғын, ауызда тез ериді. Жалпы аспаздық саласында ең аз тәжірибесі бар, жаңадан бастағандар да бұл пирогты жасай алатыны сөзсіз. Және бұл кез келген мерекелік үстелге тамаша қосымша болады. Ендеше сіз де осындай хош иісті балғын шоколадты пирогын дайындап көріңіз. Рецептім ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ас болсын!